بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінеки, өздеріңізбен бүгінгі әліпби айдарын бастамақпыз. Біз бұл айдарда араб тілі әріптерімен толықтай танысамыз, дұрыс шығаруды және дұрыс жазуды үйренеміз, иншалла. Сіздермен бүгінгі үйренетін әрібіміз араб тілінің алғашқы әріптері әлиф және бә әрібі болмақ. Әлиф әріпі айтылған кезде анық әлиф деп айтылады, ал беретін дыбысы а. Ал екінші үйренетін әрібіміз бә әрібі. Бә әрібін айтқан кезде қазақ тіліндегі б әрібінен айырмашылығы ерін жұмылып бә деп айтылады. Егер де осы екі әріптің дұрыс жазылуына келетін болсақ, араб тілінде қатаң сақталатын ереже әріптер көп жағдайда жоғарыдан төменге, оң жақтан сол жаққа қаратай жазылады. Әлиф әріпі жоғарыдан төменге таяқшаға ұқсап жазылса, бә әрібі оң жақтан сол жаққа қаратай бірінші жоғарғы бөлігі, одан кейін астына бір нүктесі қойылады. Араб тілінде әріптер төрт көріністе жазылады. Бірінші жекеше, екінші сөз басы, сөз ортасы, сөз соңы. Бірінші әлиф әріпі, жеке түрдегі. Сөз басында әлиф әріпі жоғарыдан төменге, әдеттегідей таяқша болып жазылып, сөз ортасында әлиф әріпі оң жақтан сол жаққа қаратай кішкене сазылып, кейін жоғарыға қаратай көтеріледі. Ал сөз соңында оң жақтан сол жаққа таяқша болып басталып, жоғарыға қаратай көтеріледі таяқша. Бә әріпі жекеше түрде. Бә әрібі сөз басында жоғарыдан төменге, кейін барып оңнан сол жаққа қаратай, кейін нүктесі қойылады. Сөз ортасында бә әрібі оң жақтан басталып, жоғары қарай көтеріліп, сәл, кейін қайтадан төмен түсіп, кейін оң жақтан солға қаратай жазылады. Соңынан ортасына нүктесі қойылады. Сөз соңында бә әрібі оң жақтан басталып, таяқшасы жоғары көтеріледі. Кейіннен жеке тұрғандағы бә әріпі сықылды жазылады. Астына нүктесі қойылады. Айтып көріңіздер. Әлиф, әлиф, әлиф. Екінші әрібіміз бә, бә, бә. Өте тамаша. Мінеки осымен бүгінгі өздеріңізге арналған әліпби айдары тәмам болды. Келесі айдарымызда жүздескенше Аллахтың амандығында болайық ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا.